француз жазушысы, ғылыми-фантастикалық роман жанрының негізін қалаушылардың бірі. Жазушы ғұмырында теңіз көрмесе де, құпия арал шығармасында да тылсым табиғат пен теңіз әлемін шеберлікпен шынайы суреттеген. Туындыда Ришмондтен қашқан 5 адамның тынық мұхиттағы белгісіз бір меңіреу аралға тап болғаны, олардың бастан кешірген түрлі оқиғалары баяндалады. 1865 жылы болған дауыл қатты болды. Әуеде өктем дауыстар естіліп тұрды. Жүздеген кемелер қиратылып, мыңдаған адамдар көз жұмды. Олар ұшып бара жатқандарында әуеде қандай қауіп болса, жерде де сондай қауіп болып жатты. Және Сайрус Смит мырзаны ауыр жел келіп ұшырып әкетеді. Сайрус Смит мырзаның өзінің топ деген иті болатын. Ол топ иті Сайрус Смит мырзаны құтқаруға секіреді. Кейіннен 1 миллиондай жер қалған жерде, ол жерде бір құрлық көрінеді. Ол құрлыққа барлығы тоқтап, от жағып, садақ жасап, үй жасап үйренеді. Кейін Сайрус Смит пен топты тауып алады. Олар бір күні тауға шығып, төменға қарай түсіп бара жатқандарында жабайы шағалалардың дауысы естиді. Оны жабайы адамдардың дауысы деп барлығы үрке бастайды. Сол кезде топ барлығын тоқтатады. Герберт пен Наб екеуі сақтықты ұмытып, үңгірдің ішіне кіріп бара жатқандарында бақтарына орай ол жабайы шағалалар екен. Олар және су шошқасын көреді. Онда өлтіреді де өздеріне тамақ жасайды. Кейін олар көріп, алдарынан итбалықтар өтеді. Ол итбалықтарды өлтіріп, терілерінен өздеріне киім жасайды. Сонда Сайрус Смит мырзаның аузына бір тас түскен кезінде, су шошқасының етінде тас болған ма дейді. Одан кейін Сайрус Смит мырза, бұл жай ғана менің аузымдағы тас қой дейді да аузындағы тасты шығарады. Соңында олар барлығы итімен қоса сол аралда қалып қалады. Бұл қызыққа толы құпия аралы ертегісі. Сен де оқи отырып батыл болуды үйренесің. Құпия білгің